Осындай жақ тақырыптарды айтсаң да еркектер қарсай. Қатындарды жамандап жатыр, қатындар еркектерді жамандап жатыр. Сіздерге бір қызық айтайын ба? Осындай уағыздар болады ғой. Отбасы жайлы айтылады ғой, әркім өзінің үйінен хабар береді. Мына еркектер жайлы айтып жатсаң ше, бір әйелдер жазады. Сендер алдымен еркектер түзесеңдерші. Анау жатып ішер жұмыс істемейтін еркектер ше, не істейміз? Ол тура өзінің күйеуін айтып жатыр. Біреу айтады, ана азаннан кешке шейін қаңғырып түк бітірмей келетін еркектер жайлы неге айтпайсыңдар деп, ол өзінің күйеуі жайлы айтып жатыр. Мына комментарий деген, бұл әркім өзінен хабар беретін нәрсе ғой, бұлар бірақ байқамайды да оны. Одан кейін мына әйел адамдар, рас қой, сіздер бір ерекше бір жаратылыссыздар ғой. Әйел адам мына статустарына қарап олардың өмірін біліп отырады. Күйеуімен ұрсып қалады ғой, күйеуімен ұрсып қалған кезінде статуста көресің, сені Алладан артық ешкім жақсы көрмейді. Маған Алладан артық ешкім жоқ. Сенің жүрегіңді Алладан басқа ешкім түсінбейді. Статустан түсінесің. Анау бүгін әйел күйеуінен не таяқ жеген? Не екеуі болып келісе алмай қалған? Статустан ше. Менің жүрегімде тек Алла дейді. Одан кейін бұл әйелдер ана күйеуіне қалай ашу шығатынын біледі ғой, бүйтеді. Бар бақытым бала шағам деп қояды. Бірақ әкесі жоқ жанында, түсіндіңіздер ме? Егер біреудің әйелдің статусынан бар бақытым бала шағам дегенді көрдің ба, бітті, ол күйеуімен қырылып қалған ол. Ертесіне қарайсын статуста күйеуім менің жәннатым дейді ғой, сол түні екеуі жарасқан ғой. Үйтіп келіскен ғой бір нәрсе. Сөйтеді да, бар байлығым дейді да, еркектің анау смайликтер бар ғой, дайын смайликтер. Еркектің смайлигін қояды, сөйтеді да тырррр дегіз анау шөжектердің суретін қойып қояды. Бұл уже екеуі жарасты деген сөз. Айналайындар, бүкіл өмірлеріңді комментарийда, статуста айтып жатсыздар ғой. Не керегі бар сондайдың? Үйдің секреті ол анау өзіңнің спальнигіңде. Еркектерде ол статус салады ғой, еркектер. Олар көбінесе жұмысына қатысты салады олар. Шынымен сондай ғой.